Математика пәні тақырыбы 14 санының құрамы. Бейнероликке назар аудар. Сен 14. Бұл 10 және 4-тің қосындысы екенін білесің. 14 саны 8 және 6, 9 және 5, 7 және 7 екі бір таңбалы сандардың көмегімен қалай шығатындығын қарастырайық. 9 жасыл жапыраққа 5 сары жапырақты қосу қажет. 9-ды толық ондыққа дейін толықтырамыз. 10 шығу үшін 9-ға 1-ді қосамыз. 5 санының құрамын есіне түсір. 5 бұл 4 пен 1-дің қосындысы. 1-ді 9-ға қостық. Енді 4-ді қосамыз. 9 пен 5-дің қосындысы 14-ке тең. 8 қызанаққа 6 қиярды қосуымыз қажет. 8-ді толық ондыққа дейін толықтырамыз. 10 болу үшін 8-ге 2-ні қосу керек. 6 бұл 2 мен 4-дің қосындысы. 2-ні қостық, енді 4-ді қосамыз. 8 пен 6-ның қосындысы 14-ке тең. 7 құлпынайға 7 өрікті қосу қажет. Толық ондыққа дейін толықтырамыз. 10 шығу үшін 7-ге 3-ті қосамыз. 7 бұл 3 пен 4-тің қосындысы. 3-ті қостық, енді 4-ті қосамыз. 7 мен 7-нің қосындысы 14-ке тең. Сонымен 14 санының құрамын қайталайық. 14 санының құрамына 9 және 5 саны жатады. Яғни 9-ға 5-ті қосқанда мәні 14 шығады. 8-ге қосамын 6, мәні 14. 7-ге қосамын 7, 14-ке тең. Енді оқушылар дәптермен жұмыс жүргіземіз. Ол үшін дәптерді ашып бүгінгі күнді жаз. Қыркүйектің 22-сі. Үй жұмысы. Номер 2-ші. Есеп 31-ші бет. Тексере отырып, өрнектердің мәнін тап. Келесі тапсырма. Номер 5-ші есеп 31-ші бет. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Мысалы, 9 пен 4 сандарының қосындысына 5 санын қос. 9 қосу 4 жақшаның ішінде, қосу 5. Мәні 18. Осылай өрнектерді құрастырып, олардың мәнін тап.